Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Жаке Продакшн арнасы. Бүгінгі видеода екі интернет дүкенін салыстыратын боламыз. Оның бірінші AliExpress дүкені және де Joom дүкені болып келеді. Егер де видео қызық болса, ары қарай қарауды жалғастырыңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. AliExpress ғаламдық интернет дүкендердің бірі болып табылады. Бұл жерде өте көп тауарлардың саны мен көптеген тауар сататын сатушыларды кездестіруге болады. Және де басқа интернет дүкендерге қарағанда ол жерде баға әлдеқайда арзанырақ. Ең бастысы, AliExpress интернет дүкені 2013 жылдан бастап жұмысын жасап келеді және де өзіндік Қытай тауарларын сатуда алда келе жатқан интернет дүкендердің бірі болып табылады. AliExpress интернет дүкенінде ақша төлеу өте жақсы қарастырылған. Kiwi кошелек арқылы, банковский карта арқылы, WebMoney арқылы, Яндекс.Деньги арқылы 30 шақты төлем жасауға болатын сайттар арқылы ақша төлеуге болады. Ал Joom интернет дүкенінде бұндай ақша төлеудің 2-3 қана түрі қарастырылған. Joom қазір кездегі Қытай тауарларынан тұратын ең танымал интернет магазиндердің бірі болып табылады. Әрине, AliExpress дүкенінен кейін. Ол жерде өте көп арзан бағаға тауарлар таба аласыздар, және де ол жерден заказ берген адамдар AliExpress-тен және де басқа да интернет дүкенінен Joom интернет дүкені жақсы деп есептейді. Себебі ол жерде өте қарапайым интерфейс, яғни қолданылуы оңай, өзіңіз іздеген тауарды тез тауып, тез тапсырыс беруге арналған программа болып табылады. Бір минусы, сайт арқылы заказ беруге болмайды, тек қана официальный приложение арқылы Play Market'тен жүктеп, сол жерден ғана тапсырыс бере аласыз. Көп адамдар бұл программаның ақша төлеуіне, яғни тапсырыс берер кезде ақша төлем жасап жатқан кезде қатып, шығып кетіп, төлем дұрыс жасалмай жатыр деп, осыған қазір кезде жалып айтуда. Сондықтан да төлем жасар кезде абай болыңыздар. Қорытынды жасай келе, AliExpress дүкені Joom интернет дүкенінен әлдеқайда алда екені барлығымызға айдан анық шығар. Өйткені AliExpress дүкенінде Joom сайтында жоқ, көптеген жаңа функциялар, көптеген жаңа тауарлар бар. Және де егер сіз аз және де арзан тауарларға заказ бергіңіз келсе, тапсырыс бергіңіз келсе, Joom интернет дүкені сізге арналған. Ал егер сізге әртүрлі және де кухня болсын, көптеген іске қажетті құралдар және де көптеген заттар қажет болса, сіздерге AliExpress сайтын ұсынамын. Себебі ол жерде көптеген тауарларды өз вкусыңызға қарай және де арзан бағаға таңдай аласыздар. Тағы да айтып кетерлік жайт, мен бұл видеоны интернеттегі адамдардың айтуымен және де өз ойымен жасаған болатынмын. Сондықтан да егер сіздің ойыңыз басқа болып жатса, комментарияға оны бұқтап, анау-мынау деп жазып, ешқандай да қажет жоқ. Егер де видеоның лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылыңыздар, достарыңызды шақырыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.